Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырман қауым. Ақпараттық библиографиялық қамтамасыз ету бөлімі Арқалық қаласындағы облыстық нөмір 2 әмбебап ғылыми кітапханасының құрылғанына 55 жыл толуына орай дайындалған жарты ғасырдан асқан жаңғыру жолындағы кітапхана атты библиографиялық көрсеткішті сіздердің назарларыңызға ұсынады. Біздің кітапхана өңірдің рухани-мәдени өмірінде маңызды орын алатын іргелі мекеме. Кітапхана 1971 жылы 27 қаңтарда құрылды. Алғашқы кезеңде кітапхана қоры жинақталып, каталогтар мен картотекалар жасақталды. Целиноград және Қостанай облыстық кітапханаларынан алынған әдебиеттер негізінде кітап қор қалыптасты. Кітапхана қызметінің негізгі бағыты өңір тұрғындарын кітаппен қамтамасыз ету, білім мен ғылымға қолжетімділікті арттыру болды. Сонымен қатар, аудандық және ауылдық кітапханаларға әдістемелік көмек көрсету жұмыстары жолға қойылды. 1973 жылдан бастап оқырмандарға тікелей қызмет көрсету басталып, кітапхана аймақтың мәдени ағартушылық орталығына айналды. Оқу залы, абонемент бөлімдері ашылып, ақпараттық қызмет түрлері кеңейтілді. Алғашқы кезеңде облыстық әмбебап ғылыми кітапхана Шақша Жәнібек көшесіндегі номер 77 үйдің бірінші қабатында жасөспірімдерге қызмет көрсету бөлімі болып құрылған облыстық жасөспірімдер кітапханасы Шақша Жәнібек көшесіндегі 107 үйде, ал балалар әдебиеті бөлімі Абай даңғылындағы номер 78 үйдің бірінші қабатында орналасты. 1997 жылда штаттық құрылымға сәйкес кітапхана қызметі директор, кітапты өңдеу және толықтыру, қызмет көрсету, әдістемелік библиографиялық, материалдық, техникалық қамсыздандыру бөлімдері арқылы жүзеге асырылды. Әр жылдарда кітапхананы Шишкалова Александра, Пацула Лидия, Анохина Ирина, Мурзина Зинаида, Арғынғазина Қаламқас, Байкөбе Рая, Шпех Ирма Ивановна, Нұрманова Алма Жақсылық қызы және Бөрибаева Қазына Байсабек қызы басқарса, 2024 жылдың ақпан айынан бастап бүгінгі күнге дейін кітапхана басшысы қызметін Алматова Сәуле Ахметқызы атқарып келеді. Кітапхана ісі жөніндегі басшының орынбасары Смағұлова Жанар Құдайбергенқызы. Кітапхана құрылымында балаларға қызмет көрсету бөлімі, оқу залы, өнер әдебиеттері секторы, кітапты өңдеу және толықтыру, негізгі кітап сақтау, ақпараттық библиографиялық қамтамасыз ету, техникалық және бағдарламалық қамтамасыз ету, сондай-ақ оқырмандарды тіркеу және есепке алу секторлар жұмыс істейді. Кітапхана өз дәстүрін сақтай отырып, заман талабына сай дамып, уақытпен үндес қызмет көрсетіп келеді. Бүгінгі таңда кітапхана 280 мыңнан астам кітап қоры, 15 мыңнан астам оқырманы бар. Заманауи ақпараттық және мәдени орталық. Кітапхана ақпараттық библиографиялық қызмет көрсетіп, ұлттық құндылықтарды насихаттауға бағытталған жобаларды жүзеге асырып келеді. Цифрлық ресурстарды пайдалану, электрондық қызметтермен мәдени көпшілік іс-шаралар кітапхана жұмысының ажырамас бөлігіне айналған. Рухани қазына бағыты аясында ұлттық құндылықтарды насихаттау жұмыстары жүргізіліп, кітапхана қызметкерлері кәсіби байқауларда жүлделі орындарға ие болды. Көрсеткіште кітапханада ұзақ жылдар еңбек етіп, елеулі жетістіктерге жеткен еңбек ардагерлері туралы мәліметтер, әдебиеттер мен сондай-ақ мерзімді басылымдарда жарияланған кітапханалық іс-шаралар қамтылған. Кітапхана 55 жыл бойы білім мен руханияттың шамшырағы болып, ұрпақтан ұрпаққа асыл қазынаны аманаттап келеді. Құрметті оқырман қауым, Арқалық қаласындағы облыстық номер 2 әмбебап ғылыми кітапханасының құрылғанына 55 жыл толуына орай жарты ғасырдан асқан жаңғыру жолындағы кітапхана атты библиографиялық көрсеткішпен толық танысып, өздеріңізге қажетті мәліметтерді біздің кітапханамыздан ала аласыздар. Назарларыңызға рахмет.